Сәлем баршаңызға. Бүгін қыс мезгіліне арналған приправа огонек деген салатты жасап көрсететін боламын. Алдымен көкөністерімізді тазалап жуып аламыз. Мен жуып турап қойдым сіздерге көрсету үшін. Бізге қажет заттар пияз, чеснок, қызанақ. Қызанақты осылай төртке бөліп қойдым. Қазір ет тартқыштан оңай өту үшін, және болгар бұрышында осылай төртке бөліп қойдым. Қызыл мен жасылын алыңыздар осылай. Сосын ас көк қажет болады. Және қалампыр қажет болады, бірақ мен қалампыр қосқан жоқпын. Менің отбасыма ашты ұнамағандықтан қоспадым. Сіздер қоссаңыздар болады. Сосын міндетті түрде ет тартқыш болу керек. Мен бірінші осылай болгар бұрышын салып өткізіп алдым. Үстіне сарымсақты салып, оны да болгар бұрышының үстіне өткізіп алдым. Міне осындай болып шықты. Енді қызанақты да осылай өткізіп аламыз. Маған қанша кеткенін осы видеоның астында жазып қалдыратын боламын. Міне осылай барлығын дайындап қоясыздар. Енді пиязды қуырып аламыз. Менде үлкен қазан болмағандықтан осындай кастрөлге жасадым. Барлығы толықтай еркін сыю үшін. Сұйық майды 3 шөміш осылай құйып аласыздар. Және пиязды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Дәл осылай қызартып қуырып алғаннан кейін жаңағы дайындап қойған көкөністерімізді құямыз. Бірінші болгар бұрышы, сарымсақты және қызанақты осылай құйып аламыз. Және осылай араластырып қоямыз. Жаңағы дайындап қойған ас көктерімізді де салуды ұмытып кетпеңіздер. Осылай барлығын салып, үстіне 4 ас қасық тұз салып, араластырып қоямыз. Енді осыны 1 сағаттай қайнатып аламыз. Міне 1 сағаттай қайнап шықты. Енді осыған дәмін кішкене басу үшін, қышқылын басу үшін қант салып жіберсеңіздер де болады. Салмасаңыздар да болады. Мен осыдан 4 ас қасық қант салып, тағы да кішкене араластырып 5 минуттай қайнатып жібердім. Банканы парлап аламыз. Мен мантаварка қойып парлап алдым. Астына қақпағын қойып, оны да қайнатып аламыз. Міне ақырында банканы қойып, салатымызды құйып аламыз. Салаттың астын өшірмеңіздер, осылай қайнап тұру керек. Салаттарыңыз атылып кетпеу үшін 1 шай қасық 70 немесе 9% уксусты осылай құйып жіберіңіздер. Сол кезде банка атылмайтын болады. Міне 7 литр салатымыз дайын болды. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.